Сәлем достар, бүгін шынымен де өте дәмді болып шығатын түрік тағамы маклюбе жасап көрсететін боламын. Ыдысты отқа қойып, сұйық май құямыз. Сұйық майымыз қызғаннан кейін етті саламыз. Кез келген ет жарай береді, менде бұл жерде сиыр еті. Аздап қуырамыз, және де қуырылған еттің үстіне дәміне қарай тұз салып, қайнаған су құйып, еттің толық пісуін күтеміз. Енді сәбізді аршып алып, осылай жарты сантиметр көлемінде домалақтап турап аламыз, және де картопты да солай тураймыз. Міне қалыңдығы осындай жарты сантиметрдей болуы қажет. Майды толықтай қыздырып аламыз да, картоптарды аз-аздан сала отырып, қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Неғұрлым қызартып алсаңыз, соғұрлым тамағыңыз дәмді болады. Мен осылай қызыл қып қуырдым. Енді сәбізді де дәл осылай қуырамыз. Екі жағы қызарғанша қуырып алғаннан кейін қағаздың үстіне, қағаз сүлгілердің үстіне қойып сорғытып қоямыз. Сонда аздап майы кетіп, жақсы болып тұрады. Маклюбе жасамас бұрын 1,5 кесе күрішті жақсылап сумен жудым да, түсі ағарғанша аздап кептіріп қойдым. Сорғытып қойсаңыз, осылай күріш аздап дыңқыл болып тұрған жақсы. Қатты су болып тұрса, ол езіліп кетеді. Осылай майды қыздырып алып қуырдым, және де мен күрішті жартылай пісіріп алдым. Дәміне қарай тұз салдым. Күріш дайын болғанша енді маклюбені жинай бастаймыз. Кастрюльдің түбіне аздап май құйдым. Түбі жабыспайтын ыдыс болуы қажет, және де сарымсақтарды домалақша етіп турап түбіне саламыз. Мен 2 адамға арнап қана жасап жатырмын, сондықтан аз ыдысқа, кішірек ыдысқа жасадым. Сіздерде адам көп болса, үлкенірек ыдысқа саласыздар. Және де етті салып, үстінен осылай қасықпен басамыз. Сәбізді де араларын ашпай осылай дізіп шығамыз. Сәбіздің үстіне картопты тіземіз. Әрбір тамақты қабаттарын салғаннан кейін міндетті түрде қасықпен осылай нығыздап басыңыз. Сонда сіздің маклюбеңіз қазір табаққа аударған кезде шашылып кетпейтін болады. Егерде сіз басып басаңыз, ол табаққа төккен кезде шашылып жан жаққа ыдырап кетеді. Енді міне күрішті саламыз. Күріштің үстінен де міндетті түрде қаттырақ басып нығыздаңыз. Енді үстінен осылай жаңағы ет пісірген сорпаны алып қалдым да, соны құямын. Мен жаңа байқасаңыздар, ортасына ешқандай тұз бұрыш салған жоқпын, себебі бұл сорпаның өзі дәмді, тұз бұрышы өзінің құрамында бар. Егер сіз сорпа емес су құятын болсаңыз, міндетті түрде ортасына аздап тұз сеуіп отырыңыз. Жарты сағатқа қойып қоям, енді салатын дайындаймыз. Ыдысқа қызанақтарды 4 бұрышлап салдым. Үстіне қиярды және де салат жапырағын салып, аздап сұйық маймен тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Салатқа тағы да қатты ірімшік қосуыңызға болады, немесе қуырылған баклажан салуыңызға болады, ол өз еркіңіз. Маған осындай жеңіл әрі оңай түрі ұнады, сондықтан осылай жасадым салатты. Міне толықтай күріш пісіп, маклюбе дайын болды. Енді табаққа төгеміз. Осылай аударып алғаннан кейін аздап әдеттегіше қасықпен ұрамыз, жан жағы түбі жақсы түсу үшін. Міне қараңыздар, маклюбе өте әдемі болып түсті. Жаңағы мен қаттырақ нығыздап басқанымның арқасында өз формасын ұстап тұр. Біздің үйде айранды ұнатпайтын адамдар бар, сондықтан мен осындай кішірек ыдыстарға жан жағына айранды құйып қоямын. Айран 3,2% болған өте жақсы екен. Алдында 2,5% жегенде дәмі онша болмады, сондықтан 3,2%-тік айран қолданыңыз. Жан жағына салатын саламыз. Міне маклюбеміз дайын болды. Әдемілік үшін үстіне жасыл сарымсақ септім. Сізде осындай маклюбені менің рецептім бойынша жасап көріңіз, және де комментарий жазып қалдырыңыз. Дәмі шынымен де өте дәмді болды. Менің жасаған еңбегімді бағалап, лайк басуды ұмытпаңыз, және де жазылып қойыңыз.